Сосын мен екі нәрсенің дауысын жек көремін өмірде. Ол біріншісі будильник, екіншісі подростық дауысы болады ғой андай. 13, примерно 13 пен 15 жастың арасында бір енді өзгерейін деп атады ғой андай бір ортада қалып кеткен бір андай бір күлсе мен ішем, түрім ішетін адамның түрі ғой. Мен ішпеймін деп айтқан маған жараспайды вообще. Өзі балалар айтады ғой, жекен жүріс ішеміз дегенде. Жоқ десе, деп. Өткенде досым екеуміз үйде ішіп отырмыз. Пиво бітіп қалды да, магазинге түстік, көп қып пиво алдық. Досым тұрды да, магазинде кассада садақа жәшігі тұр екен. Садақа жәшігі тұрды да, досым тұрды да, 100 теңге салды анаға. Я ойла, молодец. Ішіп жүрсе де, қайырымдылықты ойлап, 100 теңге салып отыр, красавчик. Сосын тұрды да, 500 теңге салды. Ойладым, серьезно, что-то 500 теңге. Сосын тұрды да, 2000 теңге салып жүрді. Ойладым, потолок. 2000 теңге қайырымдылыққа ішіп жүріп, сосын тұрды да, 5000 салғалы жатырмыз. 5000 салғалы жатырды, тоқтатып алдым. Тоқта, пиво алайық тағы да. La paso rolando, fumando por la cuadra voy zumbando. Dale que en la troca siempre me miran. Біздің Аралда әлі братан, братишка дейтін система әлі бар. Кеше ауылға бардым, короче, мен ауылға келем естіген ғой. Звондап тұр, Таня, брачка қалай жағдай, амансың ба? Ауылға келіп қойсын. Кеше Тархан дейтін братан 39-ға келіп отыр, соның туғанынан келіп поздравить етпейтпейін, ана бір өзің айтып жүрген КВМ бар ғой. Олардың беті жоқ, онда стендап қой деп дұрыстай алмайсың оны бар ғой. Дұрыстасаң уже қаза боласың ана жерде бар, сразу айтайын бар. Со бір өзің айтып жүрген КВМ стандарт па не ол ана? Сонымен келді айтып кетшеш бірдеңе. Сосын бардым, Дархан братан отырып, бәрі стол жасап қойған. Сосын шықтым да орта өйсіп. Андай болады ғой десем, залдан бір братан. Қандай болады, брачка? Мен андай түсінбеймін десе, не түсінбейсің, брачка? Түсіндіру үшін жүріп қой, не болды, брачка? Сосын тұрдым да, құрсыш дедім да, стендап айтайын кәдімгі. Сосын да, бірде бір қызық болды десем, сенікі қойня, брачка, деді ғой. Жалпы менде көп жағдайда Каспиде ақша болмайды. Сондай, стилім сондай. Стильный адаммын да сондай. Мен бір күні көшеде келе жаттым да, қарным қатты ашып кетті. Бүйтіп Каспиді алып шығып едім, көтім қатты ашып кетті ше, Каспи бар. 1500 теңгем бар екен. 1300 теңгеге Саламбурудан комбо алам, 200 теңге проездге деп, четко идеально есептеп, Саламбуруға бардым. Саламбурда маған 1300 теңгелік комбо бересіз ба дедім. Все, хорошо, мінекейіңіз. 1300 теңге болды. Сосын 150-200 теңге қайырымдылыққа бере аласыз ба деп. Жоқ деп айта алмайсың ана жерде. Бермеймін. Допустим, жоқ дедім. И заказым дайын болғанда хабарлайды ғой мені. Сол кезде былай хабарлайтын сияқты. Тас жүрек, имансыз, қайырымсыз Талғат. Ваш заказ готов. Ас болсын, ішіңізге барып тас болсын. Қашаннан бері киноға бару қымбат болып кеткен. Қызбен бардым киноға. Билет 2900 теңге. Бір адамға, екі адамға 5800 теңгеге билет аламыз. Су аламыз 601 теңгеден. Сосын попкорн аламын 2500 теңгеге. Среднейін, үлкен емес, среднейін аламын. Анау попкорн полный тәтті болса бір жөн ғой. Жоқ, арасында тұз қосылғандары шықты. Анау бүйтіп шариктер шығады бүйтіп, деп. Обратно арасына салып жібересің ғой, сондайлар шықты. Алған кезде муравейник сияқты бір-біріне жабысқандар бүйтіп. Мынандай болып түседі қолыңа, сондайлар түсті. 2500 теңгеге алып жатырмын ғой мен. Мен 13 мыңға кірдім киноға. И сосын ана мен жеп отырмын бүйтіп, попкорн жеп отырмын, қызға айтамын, же деймін. Жоқ, рахмет. Же, 2500-ге алдық атақ. Қырып же ана астын бүйтіп. Басқалар жемесе сұрап алайық, давай. Сөйтіп кино көріп отырмыз. И қыз кішкене бүйтіп қалғып жатыр да. Жындыма көр, көзің жұмбай көр, 2900-ге алып жатырмын мен билетті. Можно выходить, нельзя выходить. Жаттап ал мына киноны. Сөйтіп кинодан шықтық, сосын қыздан сұраймын, что кино қалай болды сен? Ну, так себе. Так себе. Кутында ер жіберейін ма сен? Мынандай адамдар бар, бүгін 4 сағат ұйықтадым десең, мен 3 сағат қана ұйықтадым. Кейін айтасың, мен 3 сағат ұйықтадым десең, мен вообще ұйықтамадым. Немене жабысып жүрсің сен менімен? Өз-өзіңе өмір сүрсейші сен. Мен ана жолы соны таң қалдырайын дедім. Ұйықтамадым түні бойы. Таңға дейін бүйтіп отырдым да, жоқ, ұйықтамаймын мен. Сөйтіп досыма бардым да, брат, мен бүгін ұйықтамадым деген. Мен өсіп жүргеніме 3 күн болды ғой. Сен өз өміріңе өмір сұрамайсың ба сен? Мен егер бір кроссовким жыртылып десең, анау жалаң аяқ жүреді алда. Сондай жігіттер болады.